типтік біздің парламенттің қабырғасында қазір 2 жылдан асты. Әр келген сайын осы өздеріңізді мен әрбір сапарымда жалпы оңтүстікке болсын басқа оқып осы біздің орталықтан қызмет алған азаматтар тікелей ұсыныстар бірінен соң бірі келіп жатыр. Пікір таластарыңызды хабар алдым. Құдай қаласа келесі аптадан уже құрылыс жұмыстары ұсыныс ретінде айтып тұрмыз. Bunu қазір енді қаражат айтқан болатын. Жалпы біз осы жастарымыздың кәсіпкерлік арқылы. Шынында да мынау ауыл жерлерге ауданның көлемінде құжатымыздың дайындап алдық. Қабылдайтын заңымыздың біраз бірлігі, біраз мәселесі қаржылық шығын. Осы мен жаңа айтып отырған проблеманың көлемі. Әр сапарға шыққан сайын біз міндетті түрде жастармен кездесуді өзімізге жоспар етіп қоямыз. Себебі қазіргі уақытта өздеріңіз жақсы білесіздер, парламент қабырғасында 2 жылдың жүзі болды, жастар саясаты туралы заң қаралып жатыр. Көптеген ұсыныстар түсіп жатыр. Қазірдің өзінде 300-дің үстінде ұсыныс түсті. Мен өзім сол жастар саясаты туралы заңды жүргізу жөніндегі жұмыс тобының мүшесімін. Сондықтан ал енді мына оңтүстікке келген сапарда да міндетті түрде біз осы жастармен кездесеміз. Бүгінгі жастармен кездесудің негізгі мақсаты сол. Жалпы тақырыптың өзі еркін тақырып деп отыр. Бұндағы мақсат жастардың пікірін білу.